Үздік қорғау картасының жеңімпаздары 90 сайын емес, ай сайын анықталатын болады. Атап айтсақ, енді үздік қорғау картасы жобасының жеңімпаздары 2 категория бойынша анықталатын болады. Үздік ұсыныс және үздік бақылаушы. Үздік ұсыныс қауіпсіздік шараларын ұстанудағы ұсыныс болса, үздік бақылаушы қауіпті факторларды анықтайтын азаматтарға беріледі. Жалпы компаниямызда үздік қорғау картасы жүзеге асырылған уақыттан бастап 2000-нан астам ұсыныс келіп түскен. Олардың 60-ы былтыр үздік деп танылған. 2020 жылдың 1-90 қорытындысы бойынша 12 адам үздік қорғау картасының иегері атанды. Үздік қорғау картасының үздіктері мен оған енгізілген өзгерістер туралы келесі бейнематериалда. Орталық аппарат бойынша үздік қорғау картасының 1-90 нәтижесі бойынша операторлық қызметтер департаментінің менеджері Жасұлан Селихановтың кеңесі үздік деп танылды. Оған сертификатты салтанатты түрде HSE басқарушы директоры Қайрат Сейтмағамбетов табыстады. Әріптесіміз ғимарат төбесіндегі қар мұздың түсу салдарынан төменде өтіп жүрген адамдар жарақат алу қаупі барын бақылап, қарды қауіпсіз сүру жолдарын ұсынды. Қорғау картасы жөнінде комитеттің көпшілік дауысымен Жасұлан Селиханов үздік қорғау картасы сертификатына және 50 000 теңгедей ақшалай сыйлыққа лайықты деп белгіленді. Призываю всех работников принимать активное участие в заполнении. Барлық қызметкерлерді белсендірек болуға шақырамын. Егер компания қызметкерінің денсаулығына қауіп төніп тұрғанын көрсеңіз, картаны толтырып, қатысып, белсенділік танытыңыздар. Нұрбек Нұрғалиев Павлодар мұнай құбыры басқармасында темір жонушы болып еңбек етеді. Ол да үздік қорғау картасының иегері. Нұрбек темір жону білдегіне қорғаныс құралын ойлап тапты. Мұндай ескерту құралы компанияның барлық бөлімшелеріндегі темір жону станоктарына қажет. Павлодарлықтар Нұрбектің ұсынысын қолдап бірден-ақ өндірістегі барлық білдектерге орнатуды бастап кетті. Ескерту белгісі деп атауға болады. Мынау жылжымалы ескерту белгісі. Бұл қауіпсіздік үшін жасалған нәрсе. Енді қысқаша қажеттілігін айтып өтейін. Темір жонушы темір бұлын жасаған кезде ұзын темір шыбық орнатады станокқа. Сол сыртқа шығып тұрған темір айналған кезде өте қауіпті. Қасынан өтіп бара жатқан адам көрмей қалса, ол жарақаттану мүмкін. Соған байланысты осы ескерту белгісі орнатылды. Бұның енді жасау қиыншылығы ештеңесі жоқ. Қаңылтыр, 2 ілмек, 2 брондаменен білдекке орнатылады. Биыл үздік қорғау картасының регламентіне аздап өзгертулер енгізілді дейді еңбекті қорғау өндірістік қауіпсіздік және төтенше жағдай департаментінің бөлім бастығы Мейірбек Ғұсманов. Енді бұрынғыдай үздіктер 90 сайын емес, ай сайын белгіленетін болады. Біріншіден, үздік карта иегерлері 2 категория бойынша анықталады. Үздік бақылаушы және үздік ұсыныс. Бақылаушы қауіпті іс-қимыл, қауіпті оқиғаға байланысты факторлар мен потенциалды қауіпті жағдайды анықтайтындарға беріледі. Ал үздік ұсыныс жұмыс барысына оны мейлінше қауіпсіз етуге байланысты кеңес бергендерге табысталады. Үздік қорғау картасы жеңімпаздарына берілетін ынталандыру сыйлық түрлері де өзгертілген. Ай сайын 2 категория бойынша бірінші орын иелеріне рюкзак, екінші орынға флеш-карта, үшінші орынға термокружка беріледі. Ай сайынғы жеңімпаздар жергілікті комитеттің шешімімен 90-дық үздік қорғау картасының жеңімпазы болуына мүмкіндік алады. 90-дық үздіктер планшет ұтып ала алады. 90-дық жеңімпаздар жылдың басты сыйлығына ие бола алады. 90-дық жеңімпаздар жылдық қорытынды шешімімен комитеттің бас директордың қолынан сертификат және теледидар алуы мүмкін. Естеріңізге сала кетейік, компанияның ресми сайтында және мобильді қосымшада үздік қорғау картасына қалай қатысуға болатыны мен оны толтыру туралы нұсқамалар мен бейнеролик орналастырылған. Меруерт Палмаханова, Бейбіт Бөженов, Мұрат Уақбаев, КТО Ньюс телеарнасы.